Сәлем достар, сіздер Қазақ Топ арнасындасыздар. Бүгінгі видеомызда біз сіздерге сиырлардың ішіндегі тесіктердің неге керек екенін айтатын боламыз. Негізінен бұндай тесіктерді көбінесе Швейцарияның тұрғындары және де сүт алатын швейцарлық фабрикаларда кеңінен қолданылады. Бұндай тесіктердің негізгі пайдасы сиырдың байқаусызда жұтып қойған пластик секілді заттарын алып тастай алады. Және де сиырлардың ішінде көптеп түзілетін газдарды осы тесікті ашу арқылы шығарады. Бұл сиырдың сүтті көбейтуіндегі мөлшерін арттырады. Ғалымдардың пікірінше, бұндай тесіктер сиырларға ешбір зияны жоқ, керісінше пайдасы көп екенін айтады. Бұндай тесіктерді ең бірінші бір сиырға эксперимент ретінде жасап, қазір көптеген фермерлер оны кеңінен қолданып келе жатыр. Сіздерге осындай видеолар ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.